Сәлем қыздар. Тағы да жаңалық осыдағы. Мойныма тағы да өкіл ұрғыздым бүгін. Ойбай, ауырғанда. Өден көзімнің айналасына өкіл ұрғыздым. Мына көзіме ұрғызғаным, жауянданбай не деп айтады, жауянданбай тоқтайды. Өден мойныма әжім кетіретін ұрғыздым. Алдын қайда бастап ұрғызған ғой? Но екінші рет ұрғызғаным. Бірінші рет ұрып көрейін деп, бір рет қана ұрып сынақ көрейін десем, доғдыр айтты, 3 рет ұрғызасың жоқ дегенде дегенде 3 реттің касын бітіргем. Сен бір рет ұрысып, бір ай деген қарасам, достарым айтады, андағың соғында қапты мойның деп. Сен мен ойладым енді. Мен әлі үйленген, мен әлі бала болсам үйленбеген қызбын ғой енді. Ойбай, мойнымда әжім тұрса біртүрлі сәт екен. Соң мойнымды қып еттім қыздар. Мен бүгін тағы не істедім? Мен мына жерге тағы итшімен бүйтіп 45 минуттық итшіға не қылып тұттым бетімді. Өйткені алдыңғы жолы мен бетіме мына жағына екі жақтың немне яузина өкіл ұрғызсам, мына жерім салбырап қапты. Қараңыздаршы міне. Шаушың паудар ұрғызған ғой, сөйтсем, мына жер өйткені мына жер арықтады емес па? Мына жерлер көтерілгеннен кейін мынау салбырап қалып отыр ғой. Сонымен оғанда осы жолы не қылдырдым. Алдыңғы жол деген өте көп шамымыз деген ғой. Алдыңғы жол 22 мыңдай ақша қаржыландым. Осы жолы 6-7 мыңдай қаржыланды. Енді биыл 6-ай ғой, мынау 40 мың сом қаржылап болыппын. Жаңағы доғдырмен сөйлесіп отырып айтады, биыл сен Сывандока сен шауфек болдың дейді. Жылдың ақырында не дейін тағы да 2 рет барам ғой. Мынау мәл түгелген жоқ. Бір жылда 50-60 мың сом кетеді екен енді. Қыздар. Мына кескінді көріп еркектер ұрысып боқтауы мүмкін енді. Амал жоқ енді. Үйленбегенге не қыламыз енді? Бала жоқ енді. Қарайтын. Я үйленгеніміз жоқ еді, бетіміз жатын қылмай. Онысы деген отырған қыздарға амал жоқ. Ол отырып қалдық қой енді 30-ға келгенше. Біраз болса жастардың қатарына кіріп деген сияқты. Осындай шамудар істеп жатқан жерім бар қыздар. Амал жоқ. Мына арықтасақ қой денеміз арықтатып алады екен. Бет деген нәрсе көтіргізсем бола ма? Жоқ, көтіргізбей ақ қояйын ба. Бірақ мынаны көбі көтіргізем деп осыны шыбай оқығандар көп екен ғой. Осындай бір жаңалықтар. Досым кіріп кеткен әзір, Жұлдыз. Ол менен 1-2 шамы көп қой деймін. Ол әзір шыға соны тосып отырған. Сіздерге бір жаңалықтарын бөлісіп қояйын деп. Көп қыздар сұрайды, жаңа пунчерға шығып қойсам, мына ауыра ма деп, бетіңе өкіл кірсе ауырмағанда ол бәрі ауырады, ерекше ауырады. Сондықтан қыздар енді ауыруға шыдасаңыздар, бүйтсеңіздер, қысаңыздар болады еді. Мен ғой енді ауыруға шыдай алмаймын, бір анда сондай болса да ой төбе шампиемей. Әдетте өкіл салсам да ауырады, мен ерекше қорқаншақпын, әр жолы бар ғой, бір айда бір осы кезде мынаны ұрғызам емес па? Әр жолы шен шығып отырып, келіп бір ұрғызып кетем. Енді досым келді міне. Ол жаңа ұрғызып кетті.